Ya bu bağlamda güzel. Şükür olsun. Doğru cevapların yeni kazanmasını görüyoruz. Tamam. Tamam. Өйткені әр минут Господа, переведите. Күнделікті балалар жаңағы бірінші әсерлерді ойлап, құрастырып, ертесіне дайындап. Интернет байланысы атаулар алдарыңызда тұр, кері байланыс, әдістер тұр. Жаңағы әдістер тобы және кері байланыс әдістер тобы. Ал сабағымызды бастамай тұрып, біз әуелі SMS әдісімен тақырыбымызды ашып алайық. Алдарыңызда берілген телефонның макетіне берілген сұраққа жауап береміз. Тиімді әдіс тәсіл дегеніміз не? Нарықта біреу өз ойындарыңызды және ақылдаса топ болған екен білесіздер, ерекше бойынша топ ақылдаса отырып жауап берсе әр топтан бір сұраққа жауап беріңіздер. Тиімді әдіс жауаптарыңыз дайын болса, дайынбыз деп не қолданасы, жәді жазсам болады. Тәсіл дегеніміз не? Дайын болсаңыздар, әр топтан бір ғана мұғалім жауап береді. Ақылшысы жазғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Уақытымыз шектеулі. Eğitim, sanatlarımız vereceğimiz. Dayımızlar, erkekler vaktinde olmayı, er toptan bir katışlı dost cevabını hayırsan. Erkek. Dayımızlar nasıl? Dayımızlar nasıl? Çok verilmez. Iya. Ayo. Tiyimli әдістәсі дегеніміз оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру деп ойлаймын. Мен көбіне сабақта қазіргі заманға сай
interaktiv taqlar qo'yib, kez kelgan bormi? Aktiv o'yinlar мысалы, Worknal programmasi orqali және жасанды интеллект. Ya жасанды интеллектті көзіне қолдану. Керемет. Мұғалімнің ең қолжетімді әрі күшті құралы болды. Көрнекілік. Керемет. Екінші топ. Сіздер бірінші топ. Ойласа келе айтатынымыз қазір құқықтар басты мәселе ойын түрлерін ұлттық ойындар Сам нұсқап жауап берсеңіздер, уақыт барасыңыз. Жазғанда бір жол берсеңіздер болады әрине. Ya, әдіс дегеніміз мұғалімнің белгілі бір мақсатқа жетуі дейді. Іс әрекет. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тиімді әдіс тәсілдер сапалы, сабақ кепілі. Демек, мақсатымыз оқыту процесінде қолданылатын әдіс тәсілдердің тиімділігін арттыру арқылы сапалы білім беру. Ал енді сабағымызды бастайық. Бірінші әдісіміз қолданатын әдісіміз қателескен мұғалім әдісі. Бұл қателескен мұғалім әдісін бірінші біз сіздермен бір мен алмайын. Бірақ мен нақты оқи берейін. Бұл әдіс негізінде мұғалім ережелерді оқу бар. Мысалы, бұл әдісі қазақ тілінде және әдебиет бойынша пайдаланылатын болады. Мысалы кезінде мұғалім ережелерді оқу барысында қате жібереді. Оқушылар тыңдап отырып, қателескен тұсты бірден тауып дұрыстау керек. Мен қазір дайындап қойған едім, қағаздар арасында уақыт алайын деп тұр. Тыңдап, және бұны оқылым дағдысына да қолдануға болады. Оқылым. Енді қараңыздар. Сізге мәтін берілді. Мәтінде осы мәтінді оқи отырып, біз қатесін табуымыз керекпіз. Қай топтан шығып, бір қате тауып көріп кәнеке. Келе оқи. Бұның қатар рецепті жоқ деген. Қате сияқты рецепті жоқ деген. Олай айтпаймыз ғой. Айтыңыз. Айтуын айтқанша, бірақ жазған кезде рецепт деп жазылмайтын шығар. Орысша өйткені. Орысша. Сол жерде қателіккен. Рецепті қазақша қалай болады? Құрама. Я? Құрама. Одан кейін жаңа кола деген Бірақ басты талап. Келесі оқытаңыздар. Келіп, мына жерде мынау қателік. Оны жіберді. Кола. Келесі колбаса. Сіздер бәрін сразу оқыңыздар ма, жоқ жан-жақта көріп жатсыздар ма? Көріп Жоқ, соны айтып жатырмын, тақтаға келіп оқысаңыздар. Жарайды, мен оқысындай, естімей тұрған, көрмей тұрған мұғалімдерге наурыз көже ұлысым ұлы күні әзірленетін әзірленетін қасиетті тағам.
Бұл көше жаңадан шыққан молшылық пен берекенің нышаны ретінде әр шаңырақта дайындалып дұрыс айтасың. Жаңадан шыққан, міне шыққан демек бұл жерде ежелден келе жатқан молшылық. Иә. Оның қатаң рецепті жоқ еді. Мына жерде орыс тілінен алынған сөйлем қосты. Дұрыс. Бірақ басты талап 10 түрлі тамаша. Әдеттегі көженің құрамына қалқан, тары, сүрет, бұршақ, сүт, кола және шекер. Қалқан әрине. Дәстүр бойынша кейбір үйлерде оған қазы, қата, шұжық сияқты тамаша. Сіздер не қойыңыз? Мен өтіп бар, ұштайды, Қазақ естілген жамбастың шұжығын қазанға салып, оны тұздылықтың белгісі ретінде қабылдаған. бар ма? Сізде қате? Етке байланысты шығар. Я, бұл ескі сөздер алынған. Қате жоқ. Рахмет. Мінекей бұл қателескен мұғалім әдісі дегеніміз, бұны жеке жұмыста, жұрттық жұмыста, топтық жұмыста да беруге болады. Осыны. Тыңдалым ретінде мұғалім айтып оқып отырып, оқушының зейінін артылып былай, зейінін қойдыртуға үлес қосады. Және оқылымда егер бала түсініп оқыған жағдайда қателік табады. Егер бала түсінбеген жағдайда тек оқушыларды қателік таппайды. Міне осы әдісті қолдансаңыздар болады. Әрине әр тапсырмада өзінің ескерткіші болады. Ескерткіші бойынша жаңағы мәтінде жоқ, осылай береді. Наурыз бүйде. Тағамның түрі. Әр жерде бұны осылай есептейді. Біреу бірге жазады, біреу мына жерде де дұрыс айтасыз. Наурыз көшеде мына жерде де екі түрлі жазады. Әр тапсырмаға әдіс тәсілде дискриптор құрылады. Мана мәтінді түсініп оқиды, қатені табады, құрамын сипаттайды. Осыған қарап отырып, сіздер баланы бағаласаңыздар болады. Келесі әдіс тәсілге көшейік. Қатені тап әдісі. Бұл жерде үшінші топ. Алдарыңызға тапсырма беріледі. Тапсырма беріледі. Бұл тапсырмада сіздер сіздерге тапсырма. Қолдарыңызда берілген мәтін барлығы дұрыс, бұл жерде қате жоқ. Сіздерге жасау керек. Тақырыпқа қатысты мәтінде бір-екі қате болу керек, сіздер соны жасау керексіздер. Қатеменен. Екінші топ, мәтінді шашырақты сөздер етіп жазасыздар. Ол жерде бүткіл мәтіннің бәрін алмай, арасында екі сөздерді шашырақты жазасыздар. Қолдарыңызда берілген параққа. Және үшінші топ, мәтін бойынша бірнеше қате сұрақтар сұрастырасыздар. Осы берілген мәтіндер. Осы берілген мәтін. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. 3 минут уақытта осы тапсырманы орындап шығыңыздар. Сөйлемді оны тәрбиеде істеп болғаннан кейін
Öğretmenim kaldı. Oldu. Ben dayım olan dayısın ama. Dayımızdan енді келесі ақыры әр болып бір-бірімізге тапсырмамызды ауыстырамыз. Сөйтеміз де қатесін табамыз. Ол мәтінді бермейміз. Мәтін алдарыңызға шығарып. Болды. Мынау сіздерге тапсырма. Жарайды, мына сіздерге тапсырма сұрақты орныңызда осы жерде қате бар ма? Сіздерге. Мынаны қарап шығыңыздар. Демек, деп әріптестеріміз жіберген қатені дұрыстаңыздар. Шашқанды болған сөздерді сөйлем құрастырасыздар. Я сіздер қатесін айтасыздар, сіздер дұрыс көрінісіңізге болсаңыздар кім болды, орнынан тұрып оқып, қатесі бар жерден айтып жіберсеңіздер. Әртісі жылдан қандай? Қанша уақыт берді?
көбірек әдістерді көрсету болады. жаңа жыл әріптер тобы кәдімгі жауаптарыңызды айтып Киіз үй қазіргі заман адамдарын жылжымайтын негізгі баспанасы дейді. Ол тез жылжып, шапшаң төлге ыңғайлы дейді. Көшіп қонуға лайықтанып жасалынған киіз үйдің пайда болған уақыты қола дәуірге тура келеді. Бұл жерде қателікті киіз үй қазіргі заман емес, ежелгі болып табылады. Адамдардың жылжымайтын емес, ол жылжиды. Көшіп қонуға ыңғайланып жасалынған. Демек, алып келген тарихтаны Сөйлем орын ауыстыру берілген. Бірінші берілген оқиын. Тұрады үш киіз үй элементтен негізгі деп жазылған. Бұның дұрыс нұсқасы киіз үй үш негізгі элементтен тұрады. Келесі екіншісі қанат аталатын тұрады әр бөлігі деп келгенін қабырғалардан деген қате жазылған. Бұл жерде дұрыс нұсқасы керегенің әр бөлігі қанат деп аталатын қабырғалардан тұрады. және бірінші топ сіздер жауаптар Бізге екі сұрақ берілген. Киіз үй, көшпелі үй қай ұлттың үйі делінген? Оған жауап ретінде біз жалпы Орта Азия халқының баспанасы болған деп жаздық. Екінші, киіз 10 бөлікке бөлінеді ма деп сұрақ қойылған. Жоқ, 3 бөліктен тұрады, кереге, шаңырақ. Тамаша. Енді осы әдісті оқушылармен қай уақытта пайдаланамыз? Әрине үй тапсырмасын қойған кезде осы әдісті қолдансақ болады. Және балалар білесіздер, біреудің қатесін тапқанда өте зейін қатты қояды. Жаңағы қателескен мұғалімде де дәл солай және осы қатемен тап әдісінде де балалар өздері зейін салып қарайды. Келесі әдісіміз мәтін талдау әдісі. Бұл мәтін талдау әдісі мен өзім тәжірибемде 4 жылдан бері қолданамын. Бұл кесте өте тиімді, жаңа сабақ өткен кезде қолданылған бір кесте. Бұл жерде жаңа тақырып өткендер мәтінменен жұмыс жасайды. Қарап өздеріңіз көрсеңіздер, мінекей, әркімге мәтін берді. 2 минут уақыт беремін сіздерге. Осы мәтінді талдап, кестеге салыңыздар. Алдарыңызда жатқан форматпенен мектепте бұрыннан істеп келе жатқан болсаңыздар, мына мәтін сіздерге таныс болуы мүмкін. Бауыржан Момышұлының үй адам үзілді. Өкініш мәтіні Дәулет Қасеновтың мәтіні және шығармасы және кітап оқу Жүсіпбек Аймауытовтың кітап оқу үзілді. Бұл әдіс жаңа сабақ өтіп жатқанда баламен өте оңай. Бала оқи алады, бірақ түсінік айта алмайтын балаға өте тиімді. Осы кестеге қарап өздері түсінік айта бересің. Кестені толтырып алып, қарап отырып түсінік айтады.
Дайын болсаңыздар, кеспеге қарап, түсінік айтып берсеңіздер. Өте жұмысшының бала десетек уақытты ұстынып, ол қызар бересіздер. Баласы. Ал, айтайын. Мәтіннің авторы және. Бізде мына жерде өкініш деген мәтін берілген. Бұл мәтінді жазған Дәурен Хасенов деген жазушылардан келген. Үш мәтін оқиды. Мәтіндегі мына жерде мәтіннің авторы Дәурен Хасенов, одан кейін болған уақыт деді. Бұл жерде аулада балалар болған, одан кейін Аңсар деген бала үйдегі істемей қалған сағатын жаңағы көшеде ойнап жүрген балалармен осылай күшіккен. Сағат 12, одан кейін аулада. Оқиғаның кейіпкерлері дейді. Кейіпкерлер бұл жерде Аңсар деген бала, Сәбен, одан күшік, жаңа бір топ балалар. Қандай оқиға болды дейді, шек сөздер дейді. Бұл жерде бір топ балалар болды, жаңағы істемей қалған сағат. Одан кейін жаңағы кімнің? Аңсардың жаңағы күшігі. Сағатты күшікке ауысты ғой Аңсар. Жақсы, керемет. Енді уақыттың тығыздығынан екі топ түсінік қоя барлығымыз. Балаларға өте тиімді, балаларға өте оңай. Шын айтқанда жаңағы түсінік айта алмайтын балаларға жақсы өңдесін. Жақсы, енді осы менің берген сіздерге аттестациялар сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ал келешекте енді ары қарай әріптесім Айнұр Уәлиханқызы жалғастырады. Ал құрметті әріптестер, мен сіздерге 3 әдіс әзірлеген, соның ең алғашқысы диафрагма әдісі. Сіздер бұл әдісті мен әдісті ескіледіңіздер ме? Яғни олар бірге танысайық. Бұл мәтіннің аты айтылады, мәтін туралы бала өзі болжам жасап, мәтіннің мазмұнын өзі ашады. Яғни бүгінгі мәтініміздің аты Бүгінгі мәтініміздің аты байлық. Мен мәтінді оқымайын, сіздер байлық сөзін естіген кезде алғашқы рет ойларыңызға қандай ой келеді және қандай сезімде боласыздар. Мысалы, байлықты алатын болсақ, байлық материалдық және рухани ресурстар жинағы. Біз бай болсақ, шексіздік, яғни қалаған мақсатымызға қол жеткізеді деп ойлайды. Байлықтың түрі рухани, енді сол байлық сөзін естіген кезде қандай сезімде боласыздар. Оны мәтін жазу үшін алдымен бұл не? Бұл байлық. Ары қарай сыйлайды. Қуаныш сыйлайды әркімнің ойы. Екінші, сіздерге бір бөлімде бұл жеке жұмыс, әр адамның жеке ойын білуі керек. Байлық сөзін естіген кезде қандай сезімде боласыздар. Екінші, жаңа бұл не? Я поем. Что он знал нам своих? Ол
үш сөзбен сипаттаңыз. Үшінші, басынан өткен үш жағдай. Өмірден қандай сабақ алады? Естеріңізде болса, егер екінші класс оқысаңыздар, бұл байлық мәтіні екінші сыныпта кездеседі. Естеріңізге түсті ме? Түсті. Бала өзінің қандай құндылығын есептемей, яғни бағаламай, мен кедеймін деген қарияға түсті ме? Яғни өз ойларыңызды бекітіңіздер. Екі мен құрметті әріптестер, уақытты қамалайық. Бізде сіздерге көп нәрселер ескеріп жатыр. Тапсырма ескерілдір. Мәтін тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжай алады. Яғни баланың ойлауын дамыту. Қазір балалар соңына дейін мәтінді оқымайды. Салып түсіп айтқанда да байқайсыздар ғой, біреу айтса, соны қайталайсыздар. Сол уақытта ол ары қарай не істейді? Болжамын нақты қорғай алады. Яғни мәтіннің атын естігеннен бастап мәтіннің не туралы екенін, қалай өрбитінін баланың ойлау қабілетін ары қарай жетілдіру. Дайын болсаңыздар, үш топтан бір-бір ұстаз оқып жүрсеңіздер, байыз сөзіне көп нәрсе жазуға болады негізі. Сіздер жақсы жазбадыңыздар. Сізген біреу оқып жүрсеңіздер, байлықтың түрі көп, рухани, материалды, ішкі жан дүниесі бай адамдар болады. Оқушы болып жауап берейік пе? Үш топтан бір-бір оқыңыздар, ары қарай давайте здесь. Ұстаздар негізі балашылығымыздан мәтін бойынша бізде үлкен сұршан мұғалім бізге біледі ғой. Құрметті әріптестер, жылдамдадым. Жаңа сабақты ашуға да жазсам, балалар бүгін осындай мәтін өтеміз. Оларға кішкене қағаздарын беріп, әрқайсының ойын жазып алуға болады. Ойымызды айта берейік па? Байлық дегеніміз, ол менің өз ойымды айтайын. Байлық дегеніміз сендегі қолыңда бар. Саумын, өзі бір байлық. Отбасың, балдарын аман есен жүрген өзі. Үшінші сыныпта денсаулығың, үйінде бәрі жақсы болса, сол ақшада емес деп ойлаймын, байлық. Сенде қолыңда бар. Әр адамның жауапсызды себебі әркімнің өзі сақтандырған. Келесі топ, бірінші топтан интерактивті әдістер. Дайынсыздар ма? Мен айтайын. Айтамын. Мына қазір тәрбие сағаттары болып жатыр, бұлар дүйсенбінің бірінші сынып. Көп айтып жатырмыз, менің оқушыларыма осылай сұрақ қойсам, сразу осылай жауап береді. Ең қымбат әке шеше, отбасы деп жатады. Бауырымның амандығы. Бірінші солай бастайды деп ойлаймын менің балаларымда. Егер оқушы болғанында өзім елсіздің балаларым жоқ дейді. Тамаша. Сарбаным? У тебя беседа тоже Енді мен сіздерге мәтінді таратам. 5 минутпен мүмкін қазіргі 5 минут аз сияқты. Мәтінмен танысамыз. Нағыз байлық мәтін. Шақта оқыңыздар, ары қарай келесі тапсырма осы мәтін бойынша. Мәтін тез оқып шыға қойыңыздар. Енді осы мәтінді дананың кілттері әдісі бойынша талдаймыз. Оның мақсатын жету үшін бізге жеке көмекке келеді. Жасанды интеллект, яғни дананың кілттері әдісін мақсатын қазір жасанды интеллект түсіндіреді деп құят тыңдаңыздар. Дананың кілттері әдісі. Дананың кілттері әдісі естулеріңіз бар ма? Тони Райнның осы оқу бағдарламасына қосқан жақсы әдістемесінің біреуі осы дананың кілттері. 20 шақты кілті бар. Біздің бастауышқа именно әдебиеттік мәтіндерді талдау үшін 5 кілтті алдық. 5 кілтте 5 түрлі ат бар. Қазір сонымен танысамыз. Ақаулар
Başka da bir aşk olsun. Konya rayonunun 20 şahtı krediti var. 20 şahtı kreditinin her kaysında atağı var. Onun içindeki 5 kredi bizim жас ерекшелігімізге қарай балалардың жас ерекшелігіне қарай мен 5 кредит алдым. Соның үшеуін сіздерге ұсынайын. Оның ақымен мен сіздерге айтып өттім. Сіздер оны голограмма әдісі бойынша өздеріңіз QR-ды ашып, яғни кредиттің қандай кредит екенін айтасыздар. Сол мен сіздерге тапсырмасын айтамын. Камераларыңызды ашып, кредиттің атын алып қарап алыңыздар. Yemin ederim var. Na o zaman ihtiyacı var. Babası. Bunu ben yükseliyorum o zaman. Neyse şu anda var. Neyse. Ben de yürüyeceğim. İnternet sitesine şu videoyu bakacağım. Aslında size de görmede gelin. Masal. Ben bir eskilik men algan, sizlerden qay kirib keldi hozir. Topsirsizlarmi? Qanday? Yeger dedilar. Mana sizlarda yeger dedilar. Yeger dedisi, yeger dedilar. Tamam, şu dediler. Sizlarda qanday dedi? Енді ол тапсырма бойынша алдарыңыздағы байлық мәтінін атаймыз. Қасиеттер еңбегер деді. Sizlere жаңа дизайн, темелік ішіндегі сөздерді, тапсырмалардың сөздерді, мысалы, бізде қазір филип деген сөздер бар, план деген сөздер, егер қолданыстарға, оларды қарағанда көмейді, Adımızda arada gidiyorum. Her yere yapması işte. Sürekli derse size bakıyorum. Arkadaşlar.
Мәтін былай басталады. Бір жарлы жігіт жас ертеңінде оқыған ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей болғанын мұңы шақты дейді. Ал сіз осыны той жігіт жас күнінде оқыған жаңағы өзінің жолын жанындағы адамдарымен өзінің қазіргі кезде каспийінің ақшасы жоқ екендігін айтып, жанындағы жолдастары олигарх болып кеткендігін жеткізді. яғни қараңыздар, жаңа дизайнда мәтіндегі сөздерді, жаңа дизайн өң беру мәтіндегі сөздерді қазіргі таңдағы жастар арасындағы жүрген сөздермен алмастырып жазады. Тамаша, керемет, күшті қолғап шықты. Сіздерге 10 балымыз. Бұл сөзді берілген мәтіндегі сөздердің тізімін адан яға дейін тізбектеп жазады мәтіндегі. Сіздер ең жеңілі ол 5 сөз оқи беріңіз. Жетеді. Бәрі жаздар бай. Сіздерді қандай деді? Егер деді. Ал, егер дегені денсаулығында барлық болса, ешқашан Tayanç zaman damlanın kriteri talep tavsiyelerді орындауға оқушыларға қызықты және мынау үшін арнайы әзірленген 20 шақты іс-әрекет криттер кешені ұсынылады. Біз оқушыларымыздың жас ерекшелігіне қарай тескілікті алдық. Жасанды интеллект қой. Келесі матаға, матақтан уже не поймет. Дети советские. Қалай десеңіз? Алфавит бойынша былай. Сөздік жазып басына. Демек, балдар барлық есте қалады, мәтіннің ішінде қандай кейіпкерлер қандай сөздер бар енді үшінші әдісі 10 сөз әдісі деп аталады. Құрметті әріптестер, бір бері қарай 10 сөз әдісі. Енді осы мәтін бойынша ақтап сіздерге уақыт бермейді, сіздер ұстаз болғандықтан мәтін ішінде 10 сөзді айтады. Кім дайын? Байлық, ұстаз, аяқ, қол, шәкірт, жас жігіт, жігіт бар, денсаулық, байлық, дүние, жас мамандар ғой зерек, екінші топ, жаңашыл әдістер тобы. 10 сөз. Яғни баланың ойын, сұрау үшін осы өткен мәтіннен 10 сөз сұрап автоматтан сұрасаң оқушылар тез болады. Байлық, жас жігіт, 10 сом, ұстаз, кедей, сосын 1000 сом айтып қойдым.
Biznesmen kurashmaydi. Aytamiz qanchaga berilesing, oyoq qo'l sog' sonda Bugun biz kecha attestatsiya bitirdik. So'nggi turtisi palitrani berdik. Birinchi o'tgan Borush Maqsudin qizning o'tgan attestatsiyada qatelashgan muallim hadisi. Ikkinchi qat'iyni taqdirisi, uchinchi biofaya ma'nosi, to'rtinchi da'ani sekretariati. Beshinchi 10 so'z, oltinchi matnni qoldirgan sanatchiga so'zning chorasi. Eng so'nggisi жаңа o'nkelikka palitrasi. Ya'ni sizlarning qo'rqinlaringizda bugun 7 attestatsiya. Xudoy xohlasa, alдағы uақытта sizlar оны сабақта қолданып, шеберліктеріңізді одан да арттырады деген ойдамын. Tek байланысты қалдырыңыздар. Үлкен апайды ортасынан тұра қалайық. Басқа сабақ болмай